Бүгінгі видеода досыма мені ұрып кетті деп пранк жасаймын. Ол әрине сенбеуі мүмкін, бірақ та мен мынандай күшті эффект тауып алдым. Ал қазір сендерге пранктың планын түсіндіріп жіберейін. Бірінші, біреумен сөзге келіп қалған туралы айтамын. Сол балаларға барайын деп отырмын. Екінші, мені ұрып кетті деп фотоны жіберемін. Үшінші, сайранда қаңғыртып потом барып реакциясын көретін боламыз. Тема болайын деп. Келесі видео тез шыққан қалсаңыздар 176 мың подписчик немесе 3000 лайк жинап тастайық. Күн сайын жаңадан видео шығып жатыр, соны өткізіп алмас үшін астына қызыл кнопка подписаться болса міндетті түрде басты. Йо, бәріңе сәлем достар, сендер мәді тегеменерді және сіздер пранктың қалай болатынын түсіңіздер деп ойлаймын. Енді барлықтарыңыз пранкты сағынған шығарсыздар. Иә, мен де сағындым. Осы жолы керемет бір пранк шығайын деп отыр. Так что лайк басқанға жазылып кетейік. Ал біз бастайтын боламыз. Кет. Балаларға барайын деп отырмын. Өзім жалғыз барайын деп отырмын. А че не жалғыз? Просто білмеймін, как мужик болды жалғыз келем анау деген сияқты айтты да. Потом менде де жалғыз барайын деген. Компашкамен келеді шығып может. Мені албасашы жаныма. Дайым. Да, ничего. Үйге бара берсе сен жатсың мен қапа. Мен сенің орнында болсам жатып жүрмін. Мен өзім барып шеше саламын смело. Точно? Иә. Былай сөйлескенде типа разговорынан ше. Байқадым серьезный бала екен типа. Ну, типа пацанский да. Андай қатындарский тірлігі санайтын кәдімгі серьезный пацандар екен. Енді өзіміздің арамызда кішігірім келіспеуіміз ғой типа сөздермен. Так что сөзбен ақ бай шеше саламыз деп ойлаймын. Ну все же, брат, енді бірдеңке болса звонда обязательно. Иә. Барам ғой сразу. Вообще, брат, бұл қай жерде болды? Қай жерде дегенде сен барып алатын сияқтысың, аршамын алыңды ше. Айтпа енді, брат, қай жерде екенін. Точно келмейсің ғой? Келмеймін, брат. Уәде ғой? Уәде. Жігітше ғой? Короче, сайранда бар ғой? Сайранда помнишь? Мен бұрында бір жыл бұрын ба, 2 жыл бұрын саған пранк жасап едім ғой бір. Біреу артынан жүр анамно десе, иә. Короче, сояқтарда ғой, сояқтар кездесеміз дейді ғой. Все, брат, бара берем ғой наға. Негізінде что-то сенімсіз сияқты ше. Сенімсіз сияқты? Иә. Ну, как-то адам жүрмейтін жерде ғой вообще. Обычный осындай бір жерге шақыруға болмайды ма? Да не знаю, сояққа келші, маған жақын сол жер, по-братски анау-мынау деп. Осындай да жер нормально ғой, ар жақта вообще адам жоқ қой, толпамен есейсің. Кстати, бір нәрсе ойланасың даже айғайласып мына жақта ешкім даже келмейді, естімейді да. Коля бар ғой жанында, футболистерге ойнаса бар. Да, ничего, нормально деп ойлаймын, отвечаю. Сейчас давай мен кеттім. Тез уверен? Жігітше бар. Звонда если что. Давай, обязательно. Все, болды. Жақсы олда, давай. Деп кетіп баратырық, короче. Иә, енді сайран жаққа барам да, 1 сағатты күтем да, потом барып фотоны дайындап Әділге жіберетін боламын. Потом бір не болады көреміз кеттік. Әділ мені ұрып кетті. Брат, мынау монтаж ғой. Мынау жарты бетін жерші қазір. Какой монтаж, шын айтып тұрмын, шакалдар екен, жабылып кетті. Брат, сен қазір сайран жақтасың ба? Иә, сол жерде жатырмын, тұра алмай тұрмын. Все, брат, сояқта отыр, мен қазір келем. Тез келем ма, брат? Короче, достар, мен Әділге жазып болдым, примерно не жазған барлықтарыңыз көрдіңіздер. Енді Әділ примерно ар жақта автобустан либо таксимен кету керек. Сондықтан мен қазір ар жаққа тәуекел деп барып көретін боламын. Типа аккуратно ар жағынан тағы түсіріп, не істеп жатқанын қалай келгенін. Короче, көреміз. Әділ не жақта қушы. Әділ не қушы келіп алған. Ачу бұл жеу келе жатыр. Таксимен бармайма, типа мені ұрып кетті ғой. Опа, мына жаққа келді. Әділ ғой енді. Вроде Әділ. Иә, Әділ екен. Ебай. Құлныйға жаяу бар жатыр. Шынды ма не біле? Вообще, мені ұрып кетті ғой. Ар жақты неғып асығып бір таксимен либо автобуспен бармыз. Ладно, такан сағыңды көрейік, қалай барады. Может, өзім пландар бар шығар. Может, самокатпен бар шығар. Не знаю, қазір көреміз. Кетіп баратыр. Өмірі пранк алданып жүретін болдым. Ну ладно, Әділ үшін обязательно лайк басып кетіңіздер. Короче, Әділдің артына әлі келе жатырмын. Мына жаққа кетіп баратыр, короче. Сайран кетеді ар жақта. Мынау натуре жаяу кетіп баратыр, білмеймін не ақ кетіп. Үш барғанда сұраймыз, не үшін жаяу келдің деп. Короче, вот Әділ кетіп баратыр. Мына жақта білмеймін енді. Надеюсь, байқап қоймайды, просто тығылатын жер жоқ та мына жақта. Ну, бұл артына қарап атқан жоқ. Әйтеуір асығып кетіп баратыр. Арасында жүгіріп қояды. Көреміз короче. Мына жақпен фон әдемі көрінеді екен. Не Әділ кетіп баратыр. Мен мына жақта спокойно тығылып жүре берем. Көрмейді по-любому. Әділ кетіп баратыр. Енді вот сайранға келдік. Енді біраз Әділді жынды қылғызамыз,
сосын барып мен ар жақта жататын болам. И потом барып әділ мені тауып алған сияқты болады, потом барып бөйтіп қорқытатын болам. И потом барып реакциясын көреміз не болатын. Блин, мен нормально мынандай сау түрімді көріп ашулана ма екен или неме болған екен. Бірақ бұл жаяу келді ғой, ашуланатын еш нәрсесі жоқ. Но хотя соны да сұраймыз, кеттік. Вот әділ кетіп баратыр. Мен неяқтан өте салам. Ал ол просто ар жақтан айланып өтті. Спокойно неяқта өте береміз. Әділ вообще бірде білет артына қарамады, прикиньте. Сенесіздер ме? Әділ вообще артына қарамады. Ол прямо қарады да, скорості қосты, анда-санда бір жүгір қойды да, жүрді. И все, басқа да істеген жоқ. Вот әділ ана яқта кетіп баратыр. Короче, достар, маған әділ қазір звондады. Хотя бір рет емес, уже 2-3 рет звондап тастады. Мен алмай қойдым, специально алмай қойдым. Что ол біраз уайымдасын деп ше. Так что қазір реакциясын көреміз, қазір соткасын ұстап кетіп баратыр ар жақта. Көрінбей ме? Короче, ар жаққа барғанда біраз жындылғызам. Типа ар жақтамын, мін жақтамын деп, потом барып өз орныма отырамын да, қорқытам. Блин, қол қалшып отырмын, реакциясы қалай болады. Сіздер лайк басып кетіңіздер, сіздер үшін тұрысып отырмын. Әділ жоқ болып кетті. Жоқ болып кетті дегенде хотя алды да, мен ере салмай қалдым. Что-то ол чересчур тез жүріп кетті да. А мен вообще шаршап кеттім. Что-то барған сайын бұл қатты жүріп бара жатыр ма, бір бәле болып жатыр бар ғой. Еще қараңыздар, кеште батып бара жатыр. В общем, бір қызық нәрсе болайын деп жатыр. О, мен көрдім Әділді. Ура! Не кетіп бара жатыр. Әділ, сен келем дегенше мен ана жақта тоңып қалатын болдым по факту ше. Тез жүгіріп бармайсың, а? Короче, біраз уақыт болды. Әділ әлі ана жақта мені іздеп жүр. Таппай жатыр, короче. А мен ана жақта вообще тығылып жүрмін. Маған уже где-то 10-20 рет звондап тастады бұл. Қазір, опа, маған звондап жатыр қазір. Қазір қоя салайыңыз телефон. Короче, достар ана жақта. Әділ ағайлып шақырып жүрмін. Мен әлі мына жақта деп ойлап жүр. Ал мен вообще оның арт жағында жүрмін. Ар жаққа кетті. Қайда кетті? Маған звондап отыр тағы. Короче, достар. Вот Әділ кетіп баратыр поле жаққа қарай. Енді мен ар жаққа барамын да, бір нормально отыратын жер табамын да, сол жерде отырамын да, капюшон жауып аламын. Типа капюшон былай жауып аламын да. Я Әділді күтіп отырамын. Я Әділ келеді. Деп қорқытам деп отыр. Реакциясын көреміз қазір. Көбейді, жарықты бетке жағып отырмын ғой, көріп барады қазір. Кеттік тез. Мынау сайран. И давай мен мына жерде отыра салайын. Типа осылай отырамын да. И потом барып капюшон жауамын. Просто осылай отырамын. Аузым бет жауып алайын. Я Әділ қазір келеді, WhatsApp-тан сөйледі, келемін деп. Поляда жоқсың ғой брат сен? Ой, мен келді екен деп, ана орман ішіне кіріп кеттім ғой, кел. Сол жақта отырмын мен. Айбай, ана аузым деген жаман ауырып жатыр, ісіп кеткен бірақ. Брат, скорый керек емес па? Может, шақыра берем? Жоқ, брат, жоқ керек емес, бәрі нормально. Іске қарай келсей. И көреміз қазір реакциясын, блин, қоғалжып отырмын мен. Қазір көреміз. Бір бабай келіп, десейді. Құдай сақтасын, короче, күтеміз әлі. Ерда, сен ба? Ерда. А? Әділ мен ғой. Кеш ал, беті деген жонсыз көп кетті. Осың ба, Ерда? Бетім қалай, әдем ба? Сен айттың ғой бетін деп. Бля, әдем. Четко ма? Бля. Айттың ғой, брат. Пранк ба? Әрине. Ой, надоело. Сен де асықпайды екенсің, неғып тез-тез келесің, кеш болып кетті ғой. Просто не, пробка ғой қазір, елки-палки. Бәрібір де бірдей скоростьпен жетшін. Ерда, өзің ғой елки-палки телефон алмаған. Мен саған звондап, айтып бүйтіп, қайдасың деп сен аяқты вообще алмадың телефонды. Бері келсең қайдасың десең, ответ нормально бермейсің, точно қаяқта екенді. Мен бүйтіп былай бардым ар жақтан. Потом мына жаққа келдім, поляға бардым. Блять, ары бері жүргізіп. Қанша рет звондадың? бір 30 шақты рет звондадың, иә, бұрын? Короче, каждый секунд сайын звондады ғой. Красавчик, әйтеуір келдің. Бір сұрағаным білгім келгенше, че сен неге жаяу келдің? Мен жақта болған жоқпын негізі. Мен сенің артыңда аңды жүрдім сол уақыттан бері. Туда-сюда сенімен бірге жүрдім ғой үшін целый день. Жоқ, маған соны айтшы. Неге таксимен автобуспен сразу келмедің? Айтып жатырмын ғой, пробка ғой деп, ана айтпайды бірдеке деп.
типа жаяу барсам тезірек барам деп ойладың, иә? Просто сен ғой уақытты ары бері кетірген мына жаққа. Хотя сен үйің негізі жақын ғой ана жерде емес па, иә? Жақын, иә. Бірақ по-любому, брат, мен жаяу келіп айттым мына жаққа, то мына жаққа деп. Кстати, таксимен келесің, ана жақтан по-любому жоғарғы көтерілесің ғой, жаяу. По-любому ұзақ жүрші. Не болса да хорош келдің ғой. Сен қалдың ба негізі? Сендім, иә. Типа ана полный бет жібергенде меніңше сенбеген сияқтысың асауға. А уже жарты бетті жібергенде уже точно бір нәрсе болды деген сияқты. Иә. Әділ ойлады по-любому, типа андай. Маскалар бар ғой, маскалар былай жарты бетін түсірсең, типа екінші жағы істемей қалады. Ол үшін полный бет істеу керек. А мен сондай бір маскасы тауып алдым. Типа жарты бетті істетсең де нормально болады. И соны әділге жібердім. Короче, енді сіздерге, надеюсь, пранк ұнады деген ойдамын. Енді тырыстық как-никак. Мен тырыстым. Әділ страдать етті. И все, осы жерден видео аяқталды ма? Сіздер мәдети болған мен ерді. И келесі видеода кезгенше бәртіңізге давайте.